Бүгін Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен өткен Қазақстан Халқы Ассамблеясының бірлік, жасампаздық, өрлеу атты 33-ші сессиясында көптеген маңызды мәселелер көтерілді. Мемлекет басшысы біздің іргелі құндылықтарымыз негізінде өскелең ұрпақ тәрбиелеуге үлкен көңіл бөлу қажеттілігін және жастардың дүниетанымы тарихи жарақаттар мен реніштерден, догматизм мен ескі мәдени стереотиптерден таза болу керектігіне ерекше тоқталды. Бұл бағытта ұлы жол шағын қадамнан басталады. Сол сияқты кішігірім әрекеттер ауқымды өзгерістерге жол ашады. Адал азамат қалыптастыру аса маңызды іс деп тұжырымдаған болатын. Осы орайда 2018 жылдан бері біздің университетіміздің Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедрасының жанынан студенттерді әлеуметтік жауапкершілігін, өңірдің өзекті мәселелерін шешу арқылы қалыптастыратын қоғамға қызмет пәнінің барлық мамандықтарға міндетті пән ретінде енгізілгендігін және бүгінгі күні 7.000-нан астам студент дәріс алып, 1.000-нан астам жобалар жүзеге асырылғандығын атап өткім келеді. Қазіргі уақытта біздің еліміз бүкіл Қазақстан халқы табиғи апаттардың салдарынан туындаған ерекше жауапты күндерді бастан өткеріп жатқаны баршамызға белгілі. Мемлекет басшысы сөйлеген сөзінде ең алдымен тасқын сумен күресуге зор үлес қосқан отаншыл азаматтарға ризашылығын білдіріп, бұл жағдайда халқымыздың ынтымақтастығы мен өзара қолдауы жаңа деңгейде көрінгендігін атап өтті. Есенов университетінде осынау қиын қыстау кезеңнің алғашқы күндерінен бастап профессор оқытушылар құрамы, қызметкерлері мен студенттерінің еріктілер штабы құрылып, су тасқынынан зардап шеккен азаматтарға көмек көрсету шараларына белсенді қатысқаны баршаңызға белгілі. Бұл жұмыстарға қоғамға қызмет пәнінен дәріс алып жатқан студенттер де ерекше араласты. Сондықтан президентіміздің білдірген ыстық ылтипаты ұжымның әрбір мүшесіне тікелей қатысы бар деп есептейміз. Сонымен қатар президент бүгінгі сөзінде ассамблея мемлекеттік шешім қабылдау үдерісіне және реформаларды ілгерілету ісіне белсене қатысу керектігін нақтылады. Ассамблеяның ғылыми сараптамалық әлеуетін дамытуды тапсырды. Бұл бағытта біздің университетіміз өңірлік ғылыми сараптамалық топтың жұмысын үйлестіруші негізгі платформа ретінде 2013 жылдан бері қарқынды қызмет атқарып келе жатқандығын атап өткіміз келеді. Жалпы Есенов университеті еліміздің қарқынды дамуына лайықты үлес қосуға, алдағы уақытта да атсалысуға дайын екендігін нақтылағым келеді. Және де бүгінгі сессияда айтылған бағыттар мен берілген тапсырмаларды орындауға да бар күшімізді саламыз. Ұлт бірлігі мен қоғамдық келісімді дамыту аясындағы игі бастамалар елімізде жалғасын таба берсін дегім келеді.